Сырлы орманның құпиясы. Баяғы бір заманда таулардың ар жағында бұлттармен тілдескен орман болған екен. Бұл орманның аты Сырлы орман. Адамдар ол орман туралы аңыздар айтып, онда тек мейірімді жануарлар мен сиқырлы тіршілік иелері өмір сүреді дейді екен. Бірақ ешкім ол орманға кіріп тірі шықпаған. Бір күні 10 жасар Томирис есімді батыл қыз сол орманды көргісі келіп сапарға аттанады. Қаласының шетінде тұратын атасы оған карта беріп, бұл карта сырлы орманға апарады. Бірақ абай бол, әр ағаштың өз сыры бар деп ескертеді. Томирис дорбасына нан, су, фонарь және кішкентай күнделік салып жолға шығады. Ұзақ жүріп, кешке қарай орман шетіне жетеді. Орман тым тығыз, аспан көрінбейді, бірақ жапырақтардың арасынан алтын түсті сәуле жылтырап тұрады. Алғашқы тосын сый сөйлейтін тиын. Ол ағаштың бұтағында отырып, «Әй, кішкентай қыз, қайда барасың?» дейді. «Мен сырлы орманның құпиясын білгім келеді», дейді Томирис батыл дауыспен. Тиын күлімсіреп, «Онда алдымен достық сынағынан өт, маған бір жаңғақ тауып бер, бірақ қарағай ағашының астынан ғана табасын», дейді. Томирис орман ішінде жүріп, ұзақ іздеп, ақыры бір алтын түсті жаңғақты тауып, тиынға әкеледі. Тиын қуанып, «Жарайсың, енді екінші деңгейге өт» деп бір жартасты көрсетеді. Ол жартастың жанында үлкен тас тұр екен. Оның бетінде жұмбақ жазу. «Сен сөйлей алмасаң да көмектесесің, сен көрінбес боласың, бірақ сезілесің. Сен болмасаң, тіршілік тоқтайды. Мен кіммін?» Томирис ойланып тұрып, «Бұл ауа» деп дауыстайды. Сол сәтте тас екіге айырылып, астынан күміс жол пайда болады. Жол қызды орманның жүрегіне алып барады. Ішке кірсе, ғажап бір әлем. Сөйлейтін гүлдер, күлген бұлылар, түрлі түсті көбелектер. Ортада үлкен ағаш тұр. Ол ағаштың діңінде жүрек тәрізді жарық жанып тұр екен. Ағаш бірден тіл қатып, «Сен не үшін келдің, балапаным?» деп сұрайды. «Мен бұл орманның неге сиқырлы екенін білгім келеді. Және адамдар неге одан қорқады?» деп сұрайды. Ағаш жымиып жауап береді. «Бұл орман сиқырлы емес, ол табиғаттың жүрегі. Адамдар оны түсінбейді, сондықтан қорқады. Бірақ сен секілді жүрегі таза адам келсе, біз өз сырларымызды ашамыз». Сол сәтте орман жарқырап, аспан ашылып, жұлдыздар көрінеді. Гүлдер ән айтып, құстар би билеп, орман қызға алғыс айтады. Ағаш оған кішкентай жапырақ пішінді кулон береді. Бұл сырлы орманның белгісі. Қай жерде жүрсең де, егер қиындыққа тап болсаң, біз көмектесеміз, дейді. Томирис үйіне оралады. Бірақ енді ол жай қыз емес. Ол табиғаттың досы, жануарлардың қорғаушысы, орманның аманатын арқалаған батыр. Содан бері ол балаларға табиғатты сүю, жан-жануарды қорғау туралы әңгімелер айтып, сырлы орман туралы сырларын ашатын болды.